Жоғары көтереміз. Биік секіреміз. Бірінші жаттығу орындықты жоғары көтереміз. 1 дегенде 10 иығымызға, 2 бас сақталып, 3 дегенде сол иығымызға, 4 бас сақталып. Жаттығуды бастайық. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, аяқты қоямыз. Келесі жаттығу. Қолымыз секеміз. Келесі жаттығу. Еденнен орындыққа қолымызды тірейміз да, еденнен итереміз. Сіздер бұлай бастапқа қаламыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, аяқты. Келесі жаттығу. Орындықты аламыз. 1 дегенде келесі жаққа қоямыз. 2 бастап қал. 3 дегенде алып, келесі жағымызға қоямыз. 4 бастап қал. Бастап қалдық. Жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, аяқтан. Келесі жаттығу. Бастауыш арғы бұрыштан тұрамыз. Секундын тұрғанымыз. Яғни бір алтын араға шығып. 2 аяқпен оң жаққа сол жаққа секіресіздер. Араға сақтаймыз. Келесі оңшы.
Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, волейболда және екі командаға бөлініп ойнауымызды сондықтан бізге жетістікке жеткен бірінші топ қосылмалықта. Сіздерге сұрақ қояйын. Жалпы дамытатын жаттығуда орындықпен жасалған жаттығуға сіздерге қиындық тудырды ма бүгінгі сабақта? Жоқ. Яғни сіздер бұл қалыпты жағдай. Келесі негізгі бөлімде сіздерге қай жаттығу қаттырақ ұнады? Допты жоғарыдан қабылдау, төменден қабылдау, қай әдісі қатты ұнады? Үштікке тағы допты астына қабылдау, иә? Жақсы. Волейбол ол қандай ойын? Волейбол. Командалық, иә? Жаңа сіздер ойнаған кезде командалық ойын сезіне білдіңіздер ма? Иә, білдіңіздер, иә? Жарайсыздар, бүгін сіздер сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Сіздерге мен андай сым айтып бүгін жабыстырам қолдарыңызға. Жарайсыздар. 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 Сынып, зел, доға, зел. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.